Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз күнделікті пайдаланып жүрген қарапайым жұмыртқаның қабығы адам организміне қандай пайда әкелетіні жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыз. Жұмыртқаның қабығы негізінен кальций, фосфор, темір, калий, магний және кремнийден тұрады. Канада, ақш және Венгрия ғалымдары жүргізген зерттеуде жұмыртқа қабығының құрамы адамның тісі мен сүйегіне қатты ұқсайтыны дәлелденген. Жұмыртқа қабығының ұнтағын жүкті әйелдер, балалар және ересектер кальций жетіспеген жағдайда қолданады. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 30 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Мұндай ұнтақты үнемі қолданған жағдайда қан қысымы мен жүрек қағысының жұмысы жақсарады. Зиянды холестерин деңгейі азаяды. Зат алмасу процесі қалпына келеді. Қалқанша безі ауруларының алды алынады. Гастрит жазылады. Қан тазарады. Балалардағы рахит пен анемияның алды алынады. Аллергия емделеді. Шаш пен тырнақ қатаяды. Адамда безеу шықпайды және жүйке жүйесінің қызметі жақсарады. Алайда ұнтақ кейбір ауруларды емдейтін дәрі-дәрмектің орнын баса алмайды. Бірақ ағзаға аурудан айығуға көмектеседі. Мамандардың айтуынша, жұмыртқа қабығының ұнтағын әзірлеуде тек үй тауықтарының жұмыртқасын пайдаланған жөн. Доктор Феридун Кунак жұмыртқа қабығын қоқысқа тастамаңдар дейді. Ғалым жасы ұлғайған кісілердің сүйегінің еруінің алдын алатын бірден-бір жұмыртқаның қабығы екенін дәлелдеп шыққан. Сүйектің еруі мен сырқырап ауруының алдын алу үшін бұл емнің пайдасы көп дейді доктор. Сүйектің еруі жас ұлғайып қартайғаннан пайда болады, кейде басқа себептері де болуы мүмкін. Десе де, аса қамығудың қажеті жоқ. Одан жазылудың доктор тапқан емі бар. Жұмыртқа қабығы мен лимон суын араластырып, бұл аурудан ем таба аласыз. Ол үшін 10 дана лимон және 10 дана жұмыртқа қабығы ұнтақталған және апельсин қабығы қажет. Жұмыртқа қабығы мен лимон шырыны және апельсин қабығын майдалап араластырып, бұқтырып қойған жөн. Кейін оны таңертең және кешке бір шай қасықпен ішіп отырған дұрыс. Ал жұмыртқадан ұнтақ әзірлеудің тәсілі өте оңай. Жұмыртқаны ішіндегісін тазартып, жұқа пленкасын алып тастауыңыз қажет. Қабықты жуып, 5 минуттай қайнатасыз. 5-6 сағат кептіріп, майдалауыңыз қажет. Ұнтақты қараңғы жерге және шыны ыдысқа сақтағаныңыз дұрыс. Сондай-ақ піскен жұмыртқа қабығынан да ұнтақ дайындауға болады. Қолдану әдісі: 7 жастан асқан балаларға күніне жарты шай қасық ұнтақ беруге болады. Ал 14 жастан жоғары және ересектер күніне 1-2 шай қасық мөлшерінде қабылдауы керек. Есіңізге сала кетейік, ұнтақ өте майда болуы керек. Жұмыртқаның қабығын 1 жастан бастап сәбилерге берудің пайдасы айтарлықтай. Венгриялық доктор Кромпехер төмендегідей кеңестер береді. Жұмыртқаның қабығын профилактикалық мақсатта жүкті әйелдерге міндетті түрде 1 жас пен 6 жас аралығындағы балаларға берілуі аса маңызды және 19-дан 20 жасқа дейінгі жастарға да артықтығы жоқ деп есептейді ғалым. Жұмыртқа қабығы ағзадағы радионуклеидтерді шығаруға үлкен септігін тигізетіндіктен экологиялық қауіпті аймақтардағыларға пайдасы орасан зор. Себебі ол жұлынға жиналып қалатын стронцийді жойып отырады. Күніне 2-ден 6 граммға дейін қолдануыңыз қажет. Айтпақшы, жұмыртқаның қабығын сіздер оңай кашамен немесе қатықпен таңертең қабылдасаңыз болады. Жұмыртқаның қабығы
адамды 10 жылға дейін жасарта алады. Әрбір әйел 30 жастан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай тері де босап салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздерінің де көрініс беруі 30 жастан асқаннан кейін байқалады. Бұл кезде бет терісіндегі эластик коллагенді жоғалта бастайды. Сондықтан мейлінше жастық қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығының да орасан зор көмегі бар екендігін біріңіз білсеңіз, келесі біріңіздің хабарыңыз болмауы мүмкін. Салатқа немесе қамыр илегенде кейде тамаққа жұмыртқаның қосқаннан кейін қабығын қоқыс шелегіне тастамай кәдеге жаратыңыз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауды үйретеміз. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып аласыз да, сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтардан тазарту алу үшін сірке сумен де жусаңыз болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғындыны да саусағыңызбен алып, тазартылған бет терісіне жағып қойыңыз. Қабықтың ішіндегі сиқырлы қабықша туралы айта кетейік. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігіндегі жұмсақ шілтер секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықша секілді бөлігін еппен абайлап, қатты қабықтан ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жапсырып қойыңыз. 10-15 минуттай ұстаңыз. Пленканы жапсырған кезде мимикаға жол жоқ, күлмеңіз. Көз айналасына жапсырған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс. Сөйлеуіңізге болады. Ендігі кезек тағы да сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап жуып, ұсақтап, құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкенін күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіпті жақсы болады. Кепкен қабықты алып ұнтақтаймыз. Блендермен немесе дәкені, яғни бинтті 2-3 қабат етіп, қабықты орап алған соң, сыртынан балғамен ұрып ұнтақтасаңыз болады. Кәдімгі ұн секілді болып, түйіршік қалмайтындай ұнтақтағаныңыз жөн. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді жырып, теріге зақым келтіріп алмас үшін. Содан кейін бетіңіздегі ақуызды жуып тастайсыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін біраз қасық кез келген айранға немесе йогуртта жарайды, 1 шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып араластырып аласыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығасыз. Қолмен жағуға болмайды және уқалаудың, массаждың қажеті жоқ. Жай ғана масканы жағып шығыңыз да 15 минуттай масканың кепкенін күтіңіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Содан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сылып алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып тастайсыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Ал құрғақ тері болса, маскадан соң міндетті түрде нәрлендіргіш кремді жағып қойыңыз. Бетіңіз серкіп, жаңарып қалғанын байқайсыз. Бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2 рет, тіпті 3 рет жасауға болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет осы масканы жасап тұрсаңыз жеткілікті. 4 аптадан соң теріңіздің жасарып, әжімдердің тартылып, әдемі теріге ие болғаныңызды сезесіз. Қолдағы бар мен ас үйде жиі қолданатын, бірақ біз көбінесе қажетсіз деп санайтын жұмыртқаның қабығымен ақ керемет нәтижеге жетуге болады. Жасап көріңіз, өзіңіз де таң қаласыз. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Осы видеоны өздеріңіздің туыстарыңызға, достарыңызға жіберіп, олардың да дені сау, әдемі болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Деніңіз сау болсын, келесі видеоларда амандықта, саулықта жүздескенше.